Барлығыңа сәлем достар. Әңгіме отаны атты арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі кезекте Бенджамин атты көрінбейтін тұлға адамның әңгімесін баяндап беретін боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге маңызды. Бір кездері тыныш, қарапайым қалада Бенджамин Эверт есімді адам өмір сүрді. 19 ғасырдың аяғында дүниеге келген Бенджамин ерекше дарыны бар, көрінбейтін тұлға болды. Алайда оның әңгімесі әдеттегіден алыс еді. Бенджаминнің ерекше қабілеті оның бойында туғанынан болды. Бұл ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан отбасылық құпия еді. Және ол соңғы мұрагер болды. Ол есейген сайын өз күшін басқаруды үйренді. Және осы қабілетінің арқасында бойына қызығушылық сезімі күшті және адамдарға көмектесуге деген терең ұмтылыс пайда болды. Алғашқы жылдары Бенджамин өзінің көзге көрінбейтіндігін пайдаланып, жағдайы төмен адамдардың босағасына тамақ құю және жергілікті шіркеуде жасырын садақа қалдыру сияқты кішігірім мейірімділік әрекеттерін жасады. Ол өзінің жасырын көмегінен пайда көргендерге қуаныш сыйлады. Бірақ ол маңыздырақ мақсатты аңсады. Ол есейген кезде Бенджаминнің жауапкершілігі мен моральдық парызын сезіну тереңдей түсті. Ол өзінің көрінбейтіндігін мұқтаж жандарға, әсіресе дағдарыс пен күйзеліс кезінде көмектесу үшін пайдалануға шешім қабылдады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ол құнды ақпарат жинау, қару-жарақ зауыттарын диверсиялау және тұтқынға түскен сарбаздарды құтқару үшін жау аумағына жасырын түрде енеді. Бенджамин жасырын қаһарманға айналды. Ол мойындаудан аулақ болып, сансыз адамдардың өмірін сақтап қалу үшін жасырын жұмыс жасады. Соғыс кезіндегі әрекеттері оған қарсыласушылардың арасында аңызға айналған мәртебе берді. Бірақ бүкіл әлем оның істерінен бейхабар болып қалды. Соғыстан кейін ол өзінің жасырын әрекеттерін жалғастырды. Бұл жолы үкімет пен корпорациялардағы жемқорлықты әшкерелеуге тырысты. Ол құпия құжаттарды журналистерге жария етті. Бұл сыбайлас жемқорлыққа жол берген саясаткерлер мен бизнесмендердің әшкереленуіне және құлдырауына әкелді. Алайда жылдар өткен сайын құпиялық пен жалғыздықтың салмағы Бенджаминге өз әсерін тигізе бастады. Ол өзінің ерекше қабілеттері немесе әлемге жасаған жақсылығы туралы шындықта бөлісе алмады. Жалғыздық пен оқшаулану оның тұрақты серігіне айналды. Қазіргі заманда ол өз мұрасын және тарихын әлемге қалай ашу керектігін ойлады. Бенджамин өзінің өмір бойы адамзатқа пайда әкелу үшін көрінбейтіндігін пайдалану жолын егжей-тегжейлі баяндайтын естелік жазуды шешті. Кітап бірден бестселлерге айналды және Бенджаминнің шынайы тұлғасы ақыры ашылды. Ол таңдануға да, сынға да ие болды. Бірақ оның тарихы басқаларды өздерінің ерекше сыйлықтарын үлкен игілікке пайдалануға шабыттандырады деп үміттенді. Бенджаминнің ертегісі кеңінен танымал болған кезде, ол өзінің көрінбейтіндігін қайырымдылық әрекеттері үшін пайдалануды жалғастырды. Мысалы, апаттан зардап шеккендерге көмек көрсету және ғылыми зерттеулерге көмектесу. Ол сондай-ақ ерекше қабілеті бар жас тұлғаларға тәлімділік жүргізіп, оларға жауапкершілік пен өз өкілеттерін этикалық пайдаланудың маңыздылығын үйретті. Бенджамин Эверттің өмірі бірегей сыйлықпен қаруланған және басқаларға көмектесуге деген шексіз белгілікпен қаруланған бір адам әлемге тигізетін терең әсерінің куәсі болды. Оның тарихы жанқиярлықтың, батылдықтың және адамзат игілігі үшін пайдалануын күтетін бәріміздің ішімізде жатқан жақсылық әулетінің символы болып қала береді. Құрметті достар,
осымен бенджамин атты көрінбейтін адамның қасиеті бар әңгімесі атты ролигіміз соңына да жетті. Егер осы видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.